Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Депутаттық сауал премьер-министрінің орынбасары Жұманғаринге. Құрметті Серік Мағашұлы. Биылғы жылдың 1 сәуірінен бастап цифрлық таңбалауы жоқ аяқ киімді сатуға тыйым салу күшіне енді. Бұл шешім осы саладағы кәсіпкерлердің наразылығын тудырды. Сәуірдің 10 күні Ақжол Дем партиясы осы тақырыпта мемлекеттік органдардың цифрлық таңбалау операторының аяқ киім өндірушілері мен сауда кәсіпорындары өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізді. Талқылау барысында мемлекеттік органдар кәсіпкерлер тарапынан қойылған сұрақтарға, оның ішінде таңбалауға қатысты мардымды жауап бере алмады. Цифрлық таңбалау көлеңкелік нарықты қысқартуға еш ықпалы жоқ. Тауардың жасалу жолы мен сапасын айқындау құралы болып табылмайды. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылы Ақжол фракциясы Еуразиялық экономикалық одақтың тауарларды міндетті таңбалауды енгізу туралы келісімін ратификациялауға дәлелді түрде сынға алып қолдамады. Сол кезде келтірілген дәйектердің ешқайсысы осы жылдар аралығында жоққа шығарылмады. Дөңгелек стол барысында оператор таңбалауды енгізудің келеңсіз нәтижелерін мойындады. Атап айтқанда, қоймадағы тауарларға арнап шығарылған 30 миллион марканың небәрі 650 мыңы немесе 2,2% ғана пайдаланылған. Бұл ретте бірыңғай оператор тауар бірлігі үшін марканың құнын 3 теңге десе, кәсіпкерлер таңбалаудың нақты құны бір тауар бірлігінде 550 теңге мен 3,5 мың теңгенің дейін шығуын айтады. Яғни қымбат емес аяқ киім 20-30%-ға қымбаттайды. Бұл тұрмысы төмен тұтынушылардың жағдайын нашарлатады. Оның үстіне өнім құнының 28%-ға қымбаттағанына сатушылар ғана емес, аяқ киім өндіруші Тараз обувь ЖСС шағымдануда. Таңбалау бойынша үстеме шығыстар да айтарлықтай сомаларды құрайды. Мысалы, BTS Pit & Shoes ЖСС бұған айына шамамен 700 мың теңге жұмсайды. Қаржылық шығындардан бөлек техникалық қиындықтар да бар. Мәселен, бір жұп аяқ киімге маркалы формасын толтыру үшін орта есеппен 20-30 минут кетеді. Аталған форманы жіберу кезінде 40% жағдайында жүйе қабылдамай деректерді қайта толтыруға тура келеді. Бұған қоса, таңбалау электрондық шот фактуралар және растау сертификаттары сияқты бұрыннан бар есеп беру нысандары қайталанды. Бірақ егер сертификаттарда тауарлар мен материалдардың сапасы зертханалық зерттеулер негізінде расталса, цифрлық таңбалаудың ешбір дәлелдік негізі жоқ. Өздеріңіз білетіндей, заңсыз өнімдермен күресу деген желеумен цифрлық таңбалауды енгізу және әзірлеуге бастамашы ресейлік тарап болған. Бүгінде өздерінде таңбалауды енгізу тауар құнының орта есеппен 20%-ға өсуіне алып келді. Сонымен қатар, маркалар өз нарығында ережесіз ашық сатылуда. Бұдан басқа Ресей параллельді импортқа, яғни енгізілген көлеңкелі өнімдерді елге кіргізуге рұқсат берді. Бізде аяқ киімге және тағы басқа тауарларға таңбалауды енгізді. Ал көлеңкелі нарықтың ең жоғарғы үлесі бар алкогольге қатысты маркировкадан үкімет бас тартты. Өздеріңіз білесіздер, ескі Қазақстанда алкоголь нарығы Болат Назарбаевтың қолында болды. Мүмкін сондықтан оларға тиіспей қарапайым кәсіпкерлерді қосымша төлемдермен қанаған шығар. Ал ең негізгі мәселе, мемлекет енгізген міндетті төлемдер өзінің экономикалық мағынасы бойынша салықпен пара-пар және бюджетке түсуі тиіс. Бірақ таңбалау жағдайында қыраулы ақша, РОП пен ЦТС сияқты олигополияға айналған жеке компания түріндегі Қазақтелеком акционерлік қоғамындағы жеке операторына түседі. Сонымен қатар, жеке компанияның қолында барлық тұтынушылар өндірушілер мен сатушыларға қатысты, олардың қалаулары, баға сегменттері және басқа параметрлері туралы ақпараттың үлкен көлемі жинақталды. Осылайша Қазақтелекомда онлайн сауда нарығының монополиялауға және басқа нарықтардағы бәсекелестік тұтынушыларға тұншықтыруға мүмкіндік беретін мәліметтер базасы қалыптасты. Осыған байланысты Ақжол фракциясы Қазақстанға Еуразиялық экономикалық одақ аясында танылған тауарларды міндетті таңбалауды тиімсіз, тіпті зиянды шара ретінде тоқтатуды талап етеді. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.